Перзентім, өмір жаңбырлы көктем сияқты, кейде күншуақ, кейде тұман. Қайда жүрсең де есіңде болсын, бұл өмірде саған әрдайым ашық бір мекен бар. Ол отбасың. Қателессең түсінетін, үндемей қалсаң жүрекпен сезетін, әлсіз бола қалсаң иығын тосатын жалғыз орын. Бұл жерде сен әрқашан бағалысың. Қуансаң бірге шаттанатын, мұңайсаң үнсіз құшағына алатын шын мекен осы. Өмірде қайғыңмен бөлісе алатындар көп, бірақ шын қуанышыңмен қуана алатындар санаулы ғана. Отбасы сенің қуанышыңа шын қуана алатын, қайғыңды үнсіз бөлісе алатын, жүрегіңе ең жақын, ең сенімді мекен. Біз саған ата-ана ретінде әрдайым оң бата, ақ тілек тілейміз. Қазақ болып туған екенсің, тіліңе иелік ет, діліңе тірек бол, дініңді ар етіп ұста. Өзіңді ұмытпа, себебі сен кім болсаң да осы үйдің жарығысың. Қанша алыстасаң да ұяңа қайтып орал, қанша сүрінсең де қайта тұрып, қайта ұмтыл. Өзіңе сен. Егер бір сәт өзіңді жалғыз сезініп, жұбаныш тапқың келсе, біл, бұл дүниеде сені бар жанымен жақсы көретін, үнсіз күтетін, мұңыңды бөлісетін, әрдайым жүрегін тосатын бір мекен бар. Бұл мекеннің аты отбасы.